Қайырлы күн достар, бүгін біз зебра пирогын жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай және үйде бар заттардан жасалынады. Ең алдымен бізге 4 жұмыртқа, 7-8 қасық қант, 1 стакан сүт, 1 стакан шемішке май, ұн қажет және де разрыхитель мен ванилин. Сосын 2 қасық үлкен қасықпен какао саламыз. Ең алдымен 4 жұмыртқаны осылай барлығын салып аламыз. Бетіне 5-6 қасық, немесе одан көптеу салсаңыздар болады. Ас қасықпен қант салып алатын боламыз. Жұмыртқа мен қантты әдемілеп көпіргенше араластырып алатын боламыз. Егер үйде миксер болмаса, қасықпен де болады. Шемішке майды және де сүтті құйып алатын боламыз. Барлығын салып болғасын ванилин мен разрыхительді ұнның бетіне салып аламыз. Сосын ситадан өткізіп алып, қасықпен араластыратын боламыз. Ұнды қою болғанша араластырып аламыз, яғни қасықты көтерген кезде сұйық болып түспеуі қажет. Мен 2-ге бөліп алдым. Осылай ыдысқа салып, бөлек ыдысқа какаоны бірге араластырып салып аламыз. Ұнтақтарын барлығын дұрыстап қалып қоймайтындай етіп араластырып аламыз. Міне екеуін дайындап алып, ыдысымызға салып аламыз. Бірінші ағын, сосын какао қосылғанын араластырып, екеуін бірінен кейін кезек салып отыратын боламыз. Барлығын салып болғасын зубочисткамен осылай бетін жүргізіп шығамыз. 180 градусқа 30-35 минутқа қойып аламыз. Міне біздің зебра пирогымыз дайын болды. Дәмі өте керемет және де жұмсақ болып шықты. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.